Дик Сэнд. Бұл жас матрос, ата-анасы белгісіз жетім бала еді. Бала Дик Сэнд атанып кетті. Сірә ол Нью-Йорк штатында туса керек. Дик Сэнд онша бойшаң болмаса да шымыр денелі, көкшіл көзінен от шашырап тұрған қоңыр шашты бала еді. Теңізшіліктің ауыр жұмысы оны келешектегі тұрмыс талқысына дайындап та қойған. Оның кескінінен жігер көрініп тұр. Бұл батыл адамға тән кескінмен қоса қажымас талапты да аңғартады. Ол 15 жасынан ақ мақсат көздеп, сол мақсатын ақырына дейін жеткізе білді. Балалық дәуірінде келешегін ойлайтын бала сирек кездеседі ғой. Ал Дик Сэнд алдағы өмірінен өз үлесін аңғара біліп, ат болар құлын талпынып туар деп өзіне өзі серт берді. Ол шапшаң икемді, қайратты да тапқыр. Ол 4 жасынан ақ оқи білді. 8-ге келгенде оңтүстік елдерге қатынап жүрген бір кемеге юнга болып орналасты. Бала кезінен ақ бар ықыласы теңізге ауған еді. Дик Сэнд кемеде жүріп теңізшілік өнерін үйренді. Талантты баланы кеме офицерлері ұнатты. Оның теңіз өнерін үйренуіне басшылық етті. Еңбек, өмір заңы екен кімде-кім бала кезінен аңғарса, кімде-кім нанның маңдай термен табылатынын жастайынан ұқса, соның қолынан ерлік те келеді. Дик істеп жүрген кемені басқаратын капитан Гуль қабілетті балаға ерекше назар аударды. Батыл бала жігерлі теңізшіге аса ұнады. Ол Сан-Францискоға қайтқан соң баланың жайын кеме қожасына баяндады. Джеймс Уэллдің юнганы оқуға беріп, оның мектеп бітіріп шығуына жәрдем етті. Дик білім алуға бар ықыласын сала кірісті. Ол география, саяхатшылар тарихына ерекше көңіл бөлді. Мектепте жоғары математика мен навигациядан сабақ берілмегеніне қатты қынжылатын. Ол мектеп бітірген соң Джеймс Уэллдің кит аулайтын кемесіне матрос болып орналасты. Нағыз матрос болып шығу үшін алыс сапарға қатынайтын кемеден гөрі кит аулау кәсібінің маңызы зор екенін Дик жақсы білді. Матрос мамандығына дайындалып жүрген жастар үшін кит аулайтын кемеде қызмет ету тәжірибенің ең жақсысы еді. Сондай кеме Пилигрим болып шықты. Бұл жақ матросқа ең қолайлы жағдай болды. Жюль Верн, 15 жасар капитан.